Өз-өзіміз махаббаттан басымыз айналып. Ерке Есмахан мен Эйзи енді бірге емес. Бұл жайлы Ару өз Инстаграм парақшасында бөлісті. Жолымыз ажырады, екі бөлек кеттік. Бұл ортақ шешім емес, бұл менің қалауым болды. Енді алдағы уақыт бір Алланың еншісінде, тек жақсылық болсын. Ондай адам емес, себебін сұрамаңыздар, айтпаймын, точка. Әнші де рэпер де парақшаларынан ортақ суреттері мен видеоларын өшіріп бір-бірінен тіркелгендерінен бас тартыпты. Ал желі қолданушылардың бұл жаңалыққа қатысты ойлары бөлінді. Сонша жақсы көріп жүрген сияқты еді. Біреу қайғы десе, маған үлкен қуаныш. Эйзи ақыры менікі. Айта кетейік, орындаушылар бірге фит жазу керек болған. Енді ойлаңыздаршы, Ерке Есмахан, Эйзи. Жақын арада осы Азамат екеуміздің дуэтіміз фит. Соған бейнебаян түсіреміз деген ой бар. Және уақытын бәрін белгілеп қойдық, ән дайын. Сондықтан да ол желтоқсанда шықса, жылдың соңына дейін сол фит күтіңіздер. Желтоқсан айында деп ойлаймыз. Ал енді бұл жұптың тарихын еске алайық. Екі жастың қосылғандары жайлы ақпарат алғаш рет былтыр желтоқсан айында пайда болды. Енді кездесіп бастағанда өзімізше ойладық, ой, жасырамыз, ешкім білмейді, не істейді, ешкім білмейді, бірге көрмесе болды ғой деп сөйтіп ойлап жүрген кезде, екі айдан кейін Дубайға кетіп қалдық. Енді Алматыда спокойно жүре алмаймыз, Дубайға барайықшы деп. Дегенмен жұп халықтың көзінен қаша алмай ғашықтардың арасындағы арақатынас туралы сөз тарап кетті. Кейін екеуі жаймендеп тұспалдап жасыруды қойды. Бұл аптада орындаушылардың Инстаграм оқырмандары парақшаларындағы өзгерістерді байқай бастады. Ал күні кеше Ару сторисінде ажырасулары жайлы ашығын айтты. Дегенмен жастардың арасында болып тұратын жай ұрыс болуы да мүмкін. Оның нақты қалай болғанын әрине уақыт көрсетеді. Бастысы шешімдерінің дұрыс болуы. Лайым солай болсын.